Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен ерекше кеселден жасалатын печеньенің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды салып, миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне бір жұмыртқамызды жарып салып, тағы да миксерлеп аламыз. Келесі кезекте үстіне кеселімізді салып, алдымен қасықтың көмегімен уатып аламыз. Содан соң жақсылап қантымыз ергенше миксерлеп аламыз. Бұл печеньемізге ешқандай да қант қосудың қажеті жоқ. Кеселдің құрамында өзінің қанты жеткілікті деңгейде. Міне өте керемет осындай массамыз шықты. Содан соң ұнымызға қопсытқышымызды қосып, екеуін араластырып, жаңа массаның үстіне салып миксерлеп аламыз. Міне осындай қамыр дайындап алдым. Содан соң қалыпты алып, дөңгелектеп қалыпқа салып шығатын боламыз. Барлығын жақсылап дайындап алдым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Міне печеньелеріміз де дайын болып қалды. Өте керемет ісініп, әдемі әрі дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз. Тез дайындалады әрі дәмді шығады.